очень молодой, дерзкий режиссер Татарстана Тимур Кулов, Лютый, который стал Тимур Кулов деген Татарстаннан келген жас режиссер қойды. Лютый лауреат атанды. Гран-приді жеңіп алды. Актерлік ансамбльден режиссурадан көптеген номинацияның жеңімпазы болды. Лютый Мұхтар Әуезовтің көксерегі бойынша қойылды. Біз оған сеніп тапсырдық. Көксерек, серый Лютый. Неожиданно напали на овец. Чаван поднял страшный крик. На конях прискакали из аула подростки и старшие. Примчались на выручку все аульные псы, а с ними и серый люд. Волки ушли в степь, за ними погнались и догнали. Рано нынче волки объявились, сказал Чаван, а серый люд, он никогда не видел таких же, как он. Но в глубине ему казалось, что, может быть, это за ним пришли. Его отец и мать. Ақмола облыстық орыс драма театры сахнасынан көрерменге жол тартқан бұл қойылым Орталық Азия елдерінің 8-ші халықаралық театр фестивалінде үздік режиссура номинациясының жеңімпазы болды. Санкт-Петербург қаласындағы 24-ші халықаралық театр фестивалінің лауреаты атанды. Ресей Федерациясы Буинск қаласында өткен халықаралық театр фестивалі сынды көптеген өнер сайысында қазақ жеріндегі өзге ұлт өкілі театрының абыройын асқақтатты. Бұл театрдың көп жетістігінің бір ғана көрінісі. Первая цель, конечно же, поднять театр, уровень театра поднять. Ең бірінші мақсат театрдың деңгейін көтеріп, оны еліміздің жетекші театрларының қатарына қосу. Бұл өз өмірін кешіп жатқан шағын театр. Сондықтан біраз нәрсе өзгерттік. Өз репертуарын қалыптастырып, өз көрерменін тәрбиеледік. Поменять репертуар и воспитать своих зрителей. Тот, кто собьет его, по праву моим станет женихом. Его я помещу там, на скале, на самой вершине от Житпеса. Тот, кто собьет его, тот всех смелей. Достоин мужем стать мне, всех сильней. И воспоют его акыны в песнях. Сұлу көкшенің төсінде орын тепкен орыс драма театры шымылдығы 1977 жылы Леонид Славиннің интервенция спектаклімен ашылған. Алғашқы туындының режиссері театрдың негізін қалаған Яков Куклинский еді. Саналы ғұмырын театр өнеріне арнаған ол, бұл театрдың бас режиссерлігін 1997 жылға дейін ұстап тұрды. Курс наш вел основатель этого театра Яков Воронович Куклинский. Яков Воронович Куклинский біздің курста сабақ берген. Менің педагогым болған. Өте білімді, мәдениеті жоғары адам еді. Ол музыканы терең түсінетін. Сондықтан қойылымдардың сазбен әрлеуі жоғары деңгейде болды. Сол кісінің арқасында театр деген ұғымның неден басталатынын түсініп, бұл кәсіпті жақсы көрдік. Біз оған шексіз сендік. Если любишь ты моря, будешь пиратом.
пришла в театр. Театрға алғаш келгенде Куклинскийдің талабынан өтуім керек болды. Ол маған бүгін кешке «Майские ночи» спектаклі болады. Тез арада Олегнин тауып әкел демесі бар ма? Мен ол кісінің бетіне қарап отырдым да, Яков Воронич, мен ондай атауды бірінші рет естіп отырмын. Оның не екенін де түсінбеймін дедім. Ол кісі, беттегі гримді сүртетін қағаз. Оны таппасаң, қағаз майлық алып келуге болады деді. Кез келген кәсіби театрдың алғы шарты халық ішінен шыққан өнерпаздар екені рас. Сонау бір жылы Советтік Қазақстанның Мәдениет министрлігі қаулысы негізінде ашылған театрдың шығармашылық құрамын халық театрынан іздеу керегін Яков Куклинский мен алғашқы театр директоры Юрий Лакомов жақсы түсінген еді. И когда я пришла в коллектив Народного театра, там он уже работал до моего прихода. Мен халық театрына келгенде ол жерде ересек және балалар группасы болды. Бірақ дайындық кәсіби түрде өтіп жатты. Менің байқағаным, мысалы кәсіби актерлер үшін театр ол жұмыс, олар режиссердің айтқанымен жүру керек. Ал өнерпаздар үшін ол жүрек қалауы. Сондықтан оларды кәсіби сахнаға баулыған кезде театрға деген махаббаттан бездіріп жібермеуі маңызды. Приходить каждый день на работу, они обязаны подчиниться режиссеру, его воле, его мнению. Адам баласының өзін өзі ғана танып қоймай, кең дүниені де танудың бірден бір жолы көркем өнер. Соның салалы бір бөлшегі болған театр өнеріне бару үшін әрине адамның жүрегі мен жаны қалау керек. Иә, театр таңдаулы тағдырға ғана бұйыртатын киелі өнер. Театр, меня лично, театр очень хорошо воспитал. Я очень много отсюда взял. Театр мені өте жақсы тәрбиеледі. Мен бұл ортадан өзіме көп нәрсе алдым. Мен ауылдан шыққан баламын. Театр мені этикетке, мәдениетке үйретті. Мен үшін үлкен өмірлік мектеп. Қасымдағы үлкен буын ағаларымнан да үйреніп жатырмын. Бірге жұмыс істеп жүріп, олардан өзіме керегімді ала берем. Большой урок для меня. Люди! А ну-ка, сели! Сели быстро! Чего им надо? Напраздновались до поголовной иконы. А мы-то им зачем? Так это, мы сделали что-то такое, чего Что мы такое? не делали. Не делали, А может быть, нам рано об этом знать? А может, это интересненько нам? Да, интересненько. Капитанов нет, Криса нет, второго фрегата нет. Каждый приносит что-то свое, и оно... Әркім өзінікін алып келеді. Біздің театрдың дәстүрі, біз тірі театрымыз. Бір жерде тұрып қалмаймыз, жаңарып отырамыз. Қазір уақыт талабы да сол ғой. Үнемі уақытпен санасып отыру керек. Бүгінгі күнді жақсы сезіп отыру керек. Постоянно обновляться. Он зашел на крутой бережок, и костер над рекою разжег. Мимо девушка шла и к нему подошла. Что случилось с тобою, дружок? Кез келген театрдың қабырғасы қатып буыны бекуіне алдыңғы толқын ағалар мен үнемі жаңғырып отыратын жастардың да үлесі зор. Бұл қағиданың әрине тек өнер жасаушы актер, режиссер ғана емес, сол өнерді тудыратын драматургияға да қатысы бар. Ал драматургияға мұрындық болатын әдебиет екені ақиқат. Мы стараемся выбирать репертуар
таким образом. Біз жылына бір талай классиканы қоямыз. Сонымен қатар заманауи драматургияны да ұмытпаймыз. Мен бүгінгі күннің драматургиясын дамытуға үлес қосуды көздедім. Егер біз бүгін заманауи драматургия жоқ деп олардың бетін қайтара берсек, отандық драматургия тұралап қалады емес пе? Сондықтан мен жас драматургтерге қолдау көрсетіңдер, көмектесіңдер деп отырам. Былтырғы маусымда Камила Ибраева, Гетис түлегі Асқар Галимовты шақырдық. «Голоса в темноте» деген өткір тақырыпты көтеріп, жастар арасындағы буллинг мәселесіне арналған спектакльді қойдық. Сұранысқа ие қойылым болып шықты. Жастар өзін сырттай бақылап көру керек. Әрине классиканы да қоюға тырысамыз. Біздің репертуарда орыс, ұлттық классика бар. Мысалы Шыңғыс Айтматов, Пушкин, Островский, бұлардың ғұмыры ұзақ. Облыс театрлары заманауи пьесаларды қоюға тартыншақтайды. Сондықтан да бұлар классикалық драматургияға жүгінеді. Среди молодежи, да, и поэтому мы поставили это. Почему Чехов? Взять Дударев, вот прекрасные у него пьесы. Неге Чехов? Мысалы Дудараевтың де пьесалары мықты. Автор көп қой. Погодин де бар. Вечер Дудараева деген қойылым болды. Мен ойнадым, менің замандастарым ойнады. Жақсы спектакль шықты. Куклинская деген шебер актриса ойнады. Ол кәдімгі мықты кәсіби маман еді. Мен 12-13 театрда жұмыс істедім. Бұл театрда ең ұзақ уақыт істеп келе жатырмын. Неліктен? Жанға өте жақын театр. Қалада тамаша, табиғаты қандай, Бурабай, Зеренді, Имантаудың өзіне тұрады. Мен осы өзімнің шағын, тыныш, жайлы қаламды жақсы көрем. Театрымыз да сондай. Ұжым өте жақсы, керемет қойылымдар жүріп жатыр. Мен бұл театрдың ардагерімін, ең үлкенімін. Я работаю больше всего. Почему? Потому что мне здесь очень и очень уютно. Махаббат пен зұлымдық, жақсылық пен жамандық секілді тақырыптар адамзатты көне дәуірден толғандырып келеді. Поэма о любви, «Не беспокойся, мама», «Святой и грешный», «Чайка», «Преступление и наказание» сынды қойылымдар бүгінгі күні де өзекті. Дегенмен бүгін классика жаңа режиссерлік қалыпта ұсынылып жүр. Бұл әрине заманына қарай адамы деген қағидаға байланысты болса керек. Әр маусым сайын толығып отырған театр репертуарында «Станционный смотритель», «Ханума», «Моя парижанка», «Ангелы», «Расеман» сияқты әртүрлі жанрдағы қойылымдар бар. Приглашаем, потому что это хороший опыт, хорошая практика приглашать. Біз үнемі шақырып отырамыз. Өйткені жас режиссерларда посткеңестік елдерге танымал болған режиссерлерді шақырту жақсы тәжірибе. Ол жақсы мектеп, ол кәсіби өсу театр үшін өте жақсы. Одан бөлек театрымызда өз қоюшы режиссеріміз бар. Ольга Богдановна Луцева. Ол кісі жылына 2 спектакль қояды. Біреуі ересектерге, біреуі балаларға арналған қойылымдар. У нас есть главный режиссер Ольга Богдановна Луцева, которая ставит в год 2 спектакля. Рыбка! Рыбка! Приплыви ко мне! Пару слов сказать тебе надо. Я жду! Ты не кричи понапрасну! Чего тебе надобно? Старче! Я с поклоном тебе. Смилуйся, государиня Рыбка. Разбронила меня старуха. Не дает старику мне покоя. Ой, надо бы ей новое корыто. Нафиг, совсем раскололась. Что ты скажешь, золотая рыбка? Не печалься. Ступай себе с Богом. Будет вам новая корыта.
Өскелең ұрпақ тәрбиесінде мәдениеттің маңызын жақсы түсінетін театр басшылығы театр ішінен кішкентай көрермен бойындағы талғандыққа түрткі болатын Киндер театрын ашқан. Бұл театрдың репертуарындағы «Планета сказок», «Қаңбақ шал», «Колобок», «Приключения Чебурашки» қойылымдары және театрдың негізгі сахнасында жүріп жатқан жас көрерменге арналған «Фунтик и компания», «Веселый Роджер», «Приключения Буратино» сынды көптеген спектакльдер жас көрерменнің зердесін оятып, эстетикалық талғамын қалыптастырары анық. Дети, если им интересно, естественно, они будут смотреть. Если нет, то это уже не знаю. Балалар қызық болса ғана көреді. Көрмей қойса, демек біз қызықтыра алмадық. Кішкентай көрермен өте шынайы көрермен. Олар шынайы эмоция сыйлады. Олардың эмоциясынан сахнада тұрған сен ләззат аласың. Ол саған қуат береді. Кейде залда отырып, олар шулап кетеді. Әне қара, анау сөйтті, мынау бүйтті деп талқылап кетеді. Сен оны естіп тұрасың. Одан бетер процесске кірісіп, рахаттанып ойнап шығасың. Начинает там что-то выкрикивать, там обсуждать, там, ой, там, смотрите, вот это то-то, это то-то. Да, и ты как бы, ты же не глухой, ты же это все слышишь. Сахнадағы әр қойылымды байытып, актер ойынын қойылататын бірнеше бөлімдер бар. Бутафория, костюм тігетін, әрлеу, бұл цехтардың жұмысы сахна төрінен көрініс арқылы, актердің бет-әлпет арқылы тіріледі. Мадам, купите спички. Они горят дольше обычного. Возьмите спички. Ступай домой, девочка. Тебе самые спички пригодятся. Купите спички. Пожалуйста, недорого. Девочка, иди домой, уже очень поздно. Домой, домой. Господин, недорого. Красивые спички купите, пожалуйста. Мы все время в тонусе. Мы все время, вы знаете, у нас столько мероприятий проходит, форумы, Біз фестивали. үнемі жинақы жүреміз. Іс-шара, форум, фестивальдерге қатысамыз. Мен өз жұмысыма қосымша контролер болдым да, гастрольде бірге жүрдім. Сол кезде актерлермен бірге сапарлау өте қызық болды. Ол жерде басқа атмосфера, бәрі үйімшіл. Театрдың үлкені Виктор Андреевич, содан кейін мен. Сондықтан мен жастардың арасында өзімді жас сезінем. Жастардан қалмауға тырысамын. Рядом с ними стараюсь тоже держаться, быть молодой. Қазақстан театр өнерінің дамуына үлес қосып келе жатқан Ақмола облыстық орыс драма театры республиканың 90-шы жылдары көрген ахуалын бірге көтеріп, елімен бірге тыныстап жүрген өнер ордасы. Театр қиналды, бірақ өзегін жоғалтпады. Да, вот в этот сложный период, как раз когда большая часть труппы уехала в Россию. Я бұл қиын кезең болды.
труппаның көбі өз тарихи отанына, Ресейге қоныс аударды. Біз қатты қиналдық, өйткені кәсіби маман тапшы болды. Арнайы білім алған мамандар жоқтың қасы еді. Театр жас мамандарды жинауға бел буды. Сол кезеңде бізге Иван Шалиманов, Анна Бронникова сынды жастар келе бастады. Олар қазірге дейін театрда жұмыс істеп жүр. Я хранитель тепла и света. Я помогаю каждому, кто нуждается в энергии моей души. Но людей уже давно нет на улице. Спичек так и не купили. Какие же все-таки черствые и скупые эти люди. Адам баласының лапылдаған құштарлығын, өзегін өртейтін күйзелісін сахна төрінен суреттеп жүрген театр адамзаттың аяқ алысын үндеп, әлемдік және ұлттық драматургияның озық үлгілерін ұсынып жүр. Оның дәлелі көкше төсінде орын тепкен театрдың сүйікті көрермені мен кәсіби ортадағы өмір сайысында қанжығасын байлаған сан алуан шілдем. Бұл әлбетте өмірін өнермен өрген жандардың жүрегіне жылу ұялатары анық. Наш театр будет участвовать на международном 25-м юбилейном фестивале, Брянцевском фестивале. Біздің театр 25-ші мерейтойлық фестивальге қатысады. Брянц фестивалі бұрын Радуга деген атпен белгілі болған. Бүгін Брянц атындағы фестиваль деп аталады. Содан кейін біз Волков фестиваліне шақырту алдық. Ол Ресейдің тарихы тереңге созылған фестиваль. Биыл Пушкин атындағы фестивальдер өтеді. Псков қаласына бізді станционный смотритель қойылыммен шақырды. Пушкиннің бұл туындысы өте сәтті сахналанған қойылым болды. Біз оны Астрахань, Атырауға гастрольдік сапармен апардық. Халықаралық фестивальдерге қатыстырдық. Сондықтан репертуар тыңдағанда әр басшы қалып кетпеу керек. Басшының мақсаты дұрыс репертуар қалыптастыру арқылы театрдың бағытын айқындап алу. В первую очередь, это главная цель, мне кажется, каждого руководителя. Бұл еліміздің тарихи сәттерін суреттейтін қойылым. Бұл салмағы зор монолог, ананың монологы. Сондықтан өте жинақы болуы керек. Әрине бұл тек бір ананың емес, дала төсін мекендеген барлық ана бейнесінің монологы. Бостандық үшін елін жерін қорғауға ұлдарын аттандырған аналар монологы. Бұл рөлді мен өзім солай қабылдаймын және солай ойнаймын. Ұлын жоғалтқан, ұлын күткен барлық ананың қайғы қасіретін, үмітін, бақытын мен осы монолог арқылы жеткіземін. Міне, мен қазір киімімді, кимешегімді киіп, ұлы халқымыздың тарихына бойлаймын. Стал ты прахом родной Сибирь. Мне ты сказал: мать, потерпи. Кто займет твое место, ура! Отомсти за сына моего. Аблай!